Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, көрермен қауым. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Крамер әдісі. Яғни Крамер әдісін көбінесе теңдеулер жүйесін есептеуде қолданамыз. Крамер әдісін бүгінгі қарастыратын негізгі мысалдарымыз, формулаларымыз бұл үш айнымалысы бар теңдеулер жүйесін Крамер әдісі бойынша қалай шешу. Біз алдыңғы сыныптарда мектеп курсында 2 дәрежелі теңдеулер жүйесін шешуді үйрендік. Енді 3 дәрежелі теңдеулер жүйесін шешуді қалай қолданамыз. Бізге қандай да бір формуласын жазайық. Крамер әдісінің бұл жаңағы A1 X1 қосылған A2 X2 қосылған A13 X3 тең болады B1-ге дейік. Екінші қатарда A21 X1 қосылған A22 X2 қосылған A23 X3 тең B2-ге. Үшінші теңдеуіміз A31 X1 қосылған A32 X2 және A33 X3 тең болады B3-ге. Мынандай теңдеулер жүйесі берілсін. Бұл жерде біз ең алдымен дельтаны табамыз. Бұл анықтаушы және дельта 1, дельта 2, дельта 3 бұл қосымша анықтауыштар. Жазайық. Дельтаның формуласы қалай болады екен? Бұл жаңағы матрицалар жүйесі арқылы шығарамыз. Яғни әрбір коэффициенттің алдындағы, әрбір айнымалының алдындағы коэффициенттерді аламыз. A11, A12, A13. Екінші жол. A21, A22, A23. Келесі үшінші жолда A31, A32, A33. Яғни кәдімгі біздің матрицаларымыз шығады. Келесі қосымша коэффициент мүшелерін табатын болсақ, дельта 1. Дельта 1-де жаңағы біз бірінші бағанды аламыз да, жаңағы бұлармен ауыстырамыз. Яғни теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырамыз. B1, B2, B3. Қалған бағандардың өзін жазып қоямыз. A12, A22 және A32. Үшінші баған A13, A23 және A33. Келесі дельта 2 және дельта 3-ті осы принциппен табамыз. Дельта 2-міз бізде болады. Бұл жерде жаңағы дельта біріншідегі екінші бағанды, яғни теңдіктің оң жағында B-лармен ауыстырамыз. Бірінші бағанның өзін жазып қойық. A11, A21 және A31. Келесі екінші бағанды B-лармен ауыстырайық. B1, B2, B3. Үшінші бағанның өзін жазып қойымыз. A13, A23 және A33. Келесі дельта 3-ті табамыз. Дельта 3-ті тапқан кезде, яғни дельтамыздың үшінші бағанын бұлармен ауыстырамыз. Дельта 3. A11, A21, A31. A12, A22 және A32. Яғни үшінші бағанымызды бұлармен ауыстырып жазамыз. B1, B2, B3. Бұл жерде дельталар тапқаннан кейін енді айнымалылар табайық. Яғни бізде X1, X2 және X3 деген айнымалылар берілген. Дельта 1, дельта 2 және дельта 3-ті таптық. Енді бізде айнымалымыз теңдеулер жүйесінде X1, X2 және X3 айнымалысы берілген. Осы үш айнымалыны жаңағы дельта арқылы мынандай формулада жазады екенбіз. Яғни X1 бұл дельта 1 бөлінген дельта, X2-міз бұл жерде
дельта 2 бөлінген дельта және x 3-іміз бұл дельта 3 бөлінген дельта. Не? Мынандай түрде жаңағы айнымалымыз табылады екен. Ал енді біз жаңа формулаларын жаздық Крамер әдісінің, енді мысалдарға көшейік. Не бізге мысалға мынандай түрдегі 3 айнымалысы бар теңдеулер жүйесі берілген. Бұл теңдеулер жүйесін қазір Крамер әдісіне салып шешіп көрейік. Ең алдымен бізде дельтаны табамыз. Дельтаны тапқан кезде, яғни x-тің, y-тің, z-тің алдында коэффициенттерді теріп жазамыз. Бұл жаңағы 2, 4, минус 1. Келесі минус 1, 3 және 2. Келесі жолда 3, 2 және минус 2. Мына жерде диагонал үшбұрыштар әдісімен шығарамыз. 2, 3, минус 2-ні көбейтетін болсақ, бізде минус 12 шығады екен. Келесі минус 1, минус 1 және 2-ні көбейтетін болсақ, бізде плюс 2. Келесі 4, 2 және 3-ті көбейтетін болсақ, плюс 24. Ары қартай шығаратынымыз кері диагонал минус 1, 3 және 3. Бізде минус 9 формуладағымен плюс 9 шығады. Келесі 2 және 2-ні көбейтетін болсақ, 8 формуладағымен минус 8 шығады. 4, минус 1, минус 2 бұл жерде 8, минус 8 болады. Мына жерде шығаратын болсақ, 10 минус 10 болады, минус 10, 24, минус 14, минус 14-ке 9-ы қосатын болсақ, минус 25, плюс 25, 25-тен 8 және минус 8 алатын болсақ, бізде жауабы не? 7 шығып тұр. 7 деген сан шығады. Келесі, бізде осындай кейіппен дельта 1-ді табамыз. Дельта 1-ді тапқан кезде есімізде бар болғандай, жаңағы формула бойынша бірінші бағанды теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырамыз. Біздің мысалымыз 3, 7 және минус 3. Келесі бағандарды жазып қоямыз. 4, 3, 2, минус 1, 2 және 2. Біздің жағдайымызда бұл жерде формула есептеу бойынша минус 21 шығады екен. Сол сияқты дельта 2-мізді табамыз. Дельта 2-мізде екінші бағанды теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырамыз. Бірінші баған жазып қойайық. 2 минус 1, 3, 7 минус 3. Және үшінші баған минус 1, 2 және 2. Бұл жерде бізде 14 шығады. Келесі дельта 3-міз есептейтін болсақ, яғни дельтадағы үшінші бағанды теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырады екенбіз. Бірінші және екінші баған жазып қойайық. 2 минус 1, 3, 4, 3 және 2 және оң жағындағы сандар 3, 7 минус 3, 3, 7 минус 3. Біздің жағдайымызда дельта 3-те минус 7 шығады. Енді берілген сан дельта 1, дельта 2, дельта 3-ті таптық. Ары қартай x және y-z деген айнымалыларды табамыз. Бұл формула бойынша x-іміз бізде дельта бөлінген дельта 1 бөлінген дельта, y-іміз бұл дельта 2 бөлінген дельта және z-іміз бұл дельта 3 бөлінген дельта. Мына жерде есептейтін болсақ, дельта 1-ді дельтаға бөлеміз. Яғни минус 21-ді 7-ге бөлетін болсақ, минус 3 шығады. Дельта 2-міз дельтаға бөлсек, 14-ті 7-ге бөлетін болсақ, 2 шығады. Және де z-іміз тапқан кезде дельта 3-ті
дельтаға бөлеміз, яғни минус 7-ні 7-ге бөлетін болсақ, бізде минус 1. Яғни жауабы x айнымалысы минус 3-ке тең, y айнымалысы 2-ке тең, және z айнымалысы минус 1-ге тең болады екен. Екінші мысалды қарастырайық. Крамер әдісі бойынша мына жерде мысал берілген, осыны қалай шешетінімізді көрейік. Ең алдымен белгілі болған дельтамызды табамыз. Бірінші анықталушымыз, яғни бірінші жолдағы x1, x2, x3-тің айнымалылардың алдындағы коэффициенттерін аламыз. x1-дің алды 1, x2-міз минус 2 алдында коэффициент, x3-тікі минус 1. Келесі жолға көшейік. Екінші жолда дәл сол сияқты. 2 минус 1. Енді мына жерде бізде x3-міз жоқ, сондықтан біз оның орнына 0-ді алады екенбіз. Келесі үшінші баған. Үшінші жол. Үшінші жолда біз x1-міз жоқ, сондықтан оны 0-мен толықтырамыз. x2-міз 1 және x3-міз 1. Біздің жағдайда мына жерде біз анықтауышты табатын болсақ, дельтамыз 1-ге тең болады екен. Келесі дельта 1 табамыз. Дельта 1 тапқан кезде белгілі, бірінші жолдағы сандарды бағанның теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырамыз. Минус 2, минус 1 және минус 2. Келесі екінші баған жазып қоямыз. Минус 2, минус 1, 1, минус 1, 0 және 1. Есептейтін болсақ, бұл жерде бізде дельта 1-міз 3 шығады. Келесі дельта 2-ні табамыз. Дельта 2-ді белгілі болғандай екінші жол бағанды теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырамыз. Бірінші баған 1, 2 және 0. Теңдіктің оң жағындағы сандар минус 2, минус 1 және минус 2 және 1, 0, 1. Бұл жерде бізде дельта 2-міз тапқан кезде 7 шығады. Келесі дельта 3-мізді табатын болсақ, дельта 3-міз, яғни теңдік дельтадағы үшінші бағанды теңдіктің оң жағындағы сандармен ауыстырамыз. 1, 2, 0, екіншіміз минус 2, минус 1, 1, келесі үшінші минус 2, минус 1 және 2. 1 және минус 2. Бұл жерде бізде минус 9 шығады. Енді біз x1, x2, x3-мізді табамыз. x1-ді жазатын болсақ, бұл дельта 1 бөлінген дельта. x2-міз бұл бізде дельта 2 бөлінген дельта. Және x3-міз бұл бізде дельта 3 бөлінген дельта. Енді мәндерін орында қоятын болсақ, дельта 1 бұл 3 бөлінген 1, 3 шығады. x2-міз дельта 2 7 бөлінген 1, бұл бізде 7 шығады. Және дельта 3 бөлінген дельта x3-міздің мәні бұл минус 9 1-ге бөлетін болса, минус 9-дың өзі шығады екен. Міне, яғни бізде белгілі болғандай 3 айнымалымыздың мәнісі шықты. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Крамер әдісі болды. Міне, Крамер әдісінің формулаларын, мысалдарын келтірдік. Сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен болған математика пәнінің мұғалімі Саденов Қаныш Айтбайұлы.